Жақсылық. Бір кемпір мен шал болыпты. Дарын деген жалғыз баласынан басқа қоңына тігерге тұяғы жоқ екен. Қармақ салып балық аулап күндерін көреді. Шал мен кемпір қартаяды да Дарын өзенге қармақ салып ата-анасын асырайды. Дарынның қармағына күн сайын 3 қарыс келетін бір балықтан артық ілінбейді. Сол балықты үшеуі бір-бір қарыстан бөліп жеп отырады. Бір күні Дарынның қармағына 4 қарыс шығатын балық түседі. Бұған шал мен кемпір жерден 7 қоян тапқандай қуанысады. Балықты бөле бастағанда шөп күркенің маңдайшасына бір сауысқан ұшып кеп қонады да шықылықтап тұрып алады. Бір кезде сауысқанға тіл бітіп сөйлей жөнеледі. Дарын, балығыңның 1 қарыс артығын маған бер. Екеуміз дос болайық. Менде бір қажетіңе жарармын дейді. Сонда Дарын, сен де бір мүсәпір шығарсың деп 1 қарыс балықты сауысқанға бере салады. Сауысқан қағып ала жөнеледі. Шал мен кемпір баласының бұл қылығына іштей ренжиді. Бірақ ашып-жарып ештеңе айтпайды. Ақырын ғана сауысқаннан не жақсылық дәметеді екен деп қояды. Дарын күнделікті дағдысы бойынша қармақ салып жүреді. Тағы бір күні қармағына 5 қарыс балық ілінеді. Үйіне келіп балықты бөліп жатса, бір мысық келіп, Дарын, екеуміз дос болайық. Балығыңның 1 қарысын берші, менде бір қажетіңе жарармын дейді. Дарын балықтың 1 қарысын мысыққа бере салады. Мұны көрген әке-шешесі қаттырақ ренжіп, баласына күңкілдеп ұрса бастайды. Дарын олардың сөзін көп елең қылмайды. Келесі күні қармағына 6 қарыс балық түседі. Дарын оны үйіне әкеліп, бөліп жатқанда бір тышқан жүгіріп келіп, Дарын, балығыңның 1 қарысын маған берші, мен де бір керегіңе жарармын дейді. Дарын балықтың 1 қарысын кесіп тышқанға береді. Кемпір мен шал мұны көрген соң шыдап тұра алмайды. Осы біздің Дарында тарыдай еш жоқ. Сауысқан мен мысықты айтпай-ақ қойшы, мына тышқаннан қандай жақсылық күтеді десіп кейістік білдіреді. Қатты ұрсады. Сөйтіп осыдан кейін Дарынның қармағына 6 қарыс балық түседі де 6-ы бөліп жейді де отырады. Шала құрсақ болсақ та әйтеуір аш қалмадық қой деп 6-ы бөлісіп жеп күн көреді. Содан бірсыпыра уақыт өтеді. Дарын енді үлкен теңізге барып қармақ салып жүреді. Бір күні қармағына таудай бірдеңе ілінеді. Тартып жиекке шығарса, өзі туып көрмеген бір алып балық жағалауға тақап кеп тоқтаған балыққа тіл бітіп адамша сөйлей жөнеледі. Ей, адамның баласы, мен теңіздегі балықтардың патшасымын. Мені босат, рақым қыл, мен де саған жақсылық жасармын. Басыңа ауыр күн түссе, осы жағалауды өрлей де құлдай да 3 рет жүгіріп, балық, балық, аузыңды аш десең, мен аузымды ашамын. Сен менің аузыма кіріп кетесің.
Сонан кейін сый-сияпатқа қарық қыламын. Қармағыма үлкен балық түсті деп әке-шешесін шақырады. Әке-шешесі сауысқан мысық және тышқан жүгіріп жете бергенде қап үзіліп кетті-ау деп балықты қоя бере салады. Мұны сезіп қалған әкесі ызаға булығып, сендей баланың барынан жоғы деп шауып өлтірмек боп балтасын ала ұмтылады. Бала жеткізбей қашып кетеді. Шал мен кемпір зарлап қақсап қала береді. Дарын артынан айрылмайды. Күн жүреді, түн жүреді, апта жүреді, ай жүреді. Арып-ашып ішерге тамақтан тарығып келе жатса, шаңдатып қара боран соға бастайды да айналаны түнек қып жібереді. Содан кейін сорғалаған нөсер жауады. Сол кезде қарсы алдына қараса, зәулім бір бәйтерек сынып түсетіндей иіліп барып қайта түзеледі. Бәйтеректің басына самұрық құстың балапандары ұядан басын шығарып шыр-шыр етеді. Соған таңдана қарап тұрса, бәйтеректің жуан діңіне оралып бір айдаһардың өрмелеп бара жатқанын көреді. Дарын бар қайратын бойына жинап, қолындағы қатқан таяғымен айдаһарды бір салғанда денесі қақ айырылып екіге бөлінеді де жерге құлап түседі. Сонда самұрықтың балапандарына тіл бітіп, әй адамзат, сен бері біздің қасымызға шық, сен бізді өлімнен құтқардың дейді. Бала жоғары өрмелеп балапандардың қасына барады. Балапандар дарынды орталарына отырғызады. Мына қатты дауыл біздің шешеміздің қаққан қанатының желі, нөсер жаңбыр көзінің жасы. Қазір ол жылап келеді. Өйткені жылда бір рет осы айдаһар осы ұядан шешеміздің балапандарын жұтып қояды екен. Бұл жолы айдаһарды сен өлтіріп, бізді аман алып қалдың. Қазір шешеміз келеді, саған жақсылық жасайды. Сол кезде самұрық қалықтап кеп бәйтерекке қонады. Құстың салмағынан бәйтерек 7 рет иіліп, 7 рет қайта қайқайып барып, қалпына келіп тоқтайды. Самұрық көзі шатынап балапандарына қарайды да, адамзаттың есі шығады ғой дейді иіскелеп. Сол арада баланы көріп қылғып жұтып жібереді. Балапандары жабыла енесінің кеңірдегінен қысып тұрып, жақсылыққа жақсылық па, әлде жамандыққа жамандық па дейді шулап самұрық. Жақсылыққа жақсылық деп тоқтайды. Балапандары болған оқиғаны айтады. Олай болса, анау жерге қара. Самұрық жерге көз жүгіртеді де ішек-қарны ақтарыла екіге бөлініп жатқан айдаһарды көреді. Содан кейін лақ еткізіп дарынды қайта құса салады. Содан кейін дарын кетуге ыңғайланады. Сонда самұрық бір тал қауырсынын жұлып береді. Басыңа қиын күн туып, қиындық көргесең, осыны тұтат, мен сол заматта жетіп барамын дейді. Баланы жерге түсіріп қоштасады. Дарын жолға шығып ай жүреді, жыл жүреді. Бір күні шаршап демалып отырса, қашып келе жатқан бір түлкіні көреді. Оны тірсектей қуған қасқыр жетіп те қалады.
дарын түлкіні өткізіп жібереді де аса таяғымен қасқырды қақ маңдайдан періп қалады. Қасқыр омақаса жығылып жан тапсырады. Сол арада түлкі адамша сөйлеп дарынға: «Әй адамзат, сен маған жақсылық жасадың. Сен болмасаң мені қасқыр жейтін еді. Енді басыңа бір қиындық түссе, мені есіңе ал. Осыны тұтатсаң, мен дайын боламын» деп бір тал қылшығын жұлып береді. Дарын қылшықты алып қалтасына салады да өзінің жолын әрі қарай жалғастырады. Дарын армай-талмай 6 ай жүреді, жыл жүреді, азып-тозып келе жатса да бір жерде топтасып жиналып отырғандардың үстінен түседі. Бұл маң Харон патшаның елі екен. Осы Харон патшаның қызы Мәлике той жасап жатады. Қыздың некеленуге қойған шарты кім алмақ болса, сол кісі жасырынады екен де оны бір күн жер бетінен, бір күн көктен, бір күн теңізден іздейді екен. Сонда қыз таба алмасам, саған тиемін деп шарт қойған. Дарын осы арада қыздың шартын орындай алмай қырылып қалғандардың қан сасыған сүйектерін көреді. Дарын осы жерде бірнеше күн аялдайды. Ағаштың қуысына, жердің астына жасырынған жігіттерді Мәлике тап басып тауып алады да дарға астырады. Сөйтсе де Дарын дәмеленіп қыз отырған жерге жақындайды. Бірақ жасауылдар жақындатпайды. «Саған не бар, байғұс, қанның тасып өлгелі келіп жүрсің бе?» деп алдынан тосады. Сөйтсе де Дарын бетінен қайтпай қыз отырған көтермеге жақындай түседі. «Алдияр ханша, менің үміт етіп жасырынуыма рұқсат етіңіз» дейді. Мәликенің қасындағы кәнизектері Дарынның сұрын көріп мұрындарын шүйіреді де бетінен шымшып: «Нелер бекзадалар мен ханзадалар, бай патшалар келіп өліп жатқанда мына сорлыға не жоқ, өзін ажал айдап жүр ме? Текке өлгенше ханша өлтірген деген атқа ие болмақ қой» десіп әр саққа жүгіртеді. Қыздардың күңкілін Мәлике естиді де: «Сөзді қойыңдар, мейлі жасырынсын» дейді. Дарын топтан бөлек шығып самұрықтың қауырсынын тұтатады. Самұрық жетіп келеді. Дарын самұрыққа мініп балық патшасына жетеді. Алдымен серт қып айтқандай теңіз жағасының үш рет құлдай, үш рет жүгіріп: «Балық-ау, балық, аузыңды аш» дейді. Теңізді толқындата жетіп келген балық аузын ашады. Дарын балықтың ішіне кіріп кетеді. Ары таман түпкіріне барса, жалтыраған алтын мен маржан және самсаған тәтті тағамдар тұрады. Балық патшасының кәнизектері не керек деп күтіп алады. Соған қарамай Дарын жата кетеді. Ертеңінде Дарынды іздеген Мәлике кеш батқанша жер бетін тінте қарап дүрбі салады. Еш нәрседен таба алмайды. Жиылған қалың ел онда көкке ұшып кеткен шығар
десіп қайран қалысады. Мәлике екінші күні дүрбісін көкке салады. Көктен де таба алмайды. Ел таң-тамаша күйге душар болады. Үшінші күні Мәлике дүрбіні теңізге салғанда балықтың қарнында жатқан баланы көреді. Сол күні нөкерлерін жіберіп, баланы алдыртады. Ертеңінде өлтіру үшін дар ағашының алдына алып келгенде, дарын алдияр ханша, өмірім өзіңіздің қолыңызда ғой. Арманда кетпейін, қасықтай қанымды, шыбындай жанымды бір жолға қиыңыз, ілтипат етіңіз, тағы бір рет жасырынайын деп өтінеді. Патшада, қалың қауымда адамзаттың балық ішінде 3 күн жатуы оңай емес. Тіпті бұл нағыз керемет деген тоқтамға келеді. Сөйтіп бірінші реткі өлтіру шарты қалады да дарынға екінші рет жасырынуға рұқсат беріледі. Дарын топтан бөлініп оңашаға барады да самұрықтың қауырсынын тұтатады. Самұрық жетіп келісімен мойнына қарғып мінеді де 7 қат көктің үстіне шығып кетеді. Мәлике алғашында теңізден табылған деп дүрбіні теңізге салып тінтіп шығады. Содан кейін жер бетін не салады, табылмайды. Содан кейін дүрбіні көкке бұрып тінте қарайды да жігіттің самұрыққа мініп 7 қат көктің үстінде қалықтап жүргенін көреді. Ұғысса самұрық үшінші күні кешке таман зәулім бәйтерекке келіп қонады. Мәлике бұл сырды айтып алып келуге бұйырады. Нөкерлері де уағында барып дарынды алып келеді. Сонан соң енді өлтірмек болғанда дарын алдияр ханша деп басын иеді. Онсыз да осы жігітке бір керемет бар деп ойлаған Мәлике, бәс айтуыңызға болады дейді дарын. Құдіретті қаншайым, менің қанымды кешкен еді деп бастайды. Енді қайталап кешірім сұрағанымның намыс екенін біліп тұрмын. Ерік сізде, басымды алыңыз. Алайда бір жайды ескертейін. Менің туған шешем ержеткен кезімде сені ұл деп таптым, ұл деп өсірдім. Мехнаттың артында рахат бар. Өлімнен қорықпасаң, шындыққа берік боласың, мұратыңа жетесің. 2 жүзді болсаң, апатқа кетесің деген еді. Көңіліңізден шыға алмайтынымды да ұғынамын. Сонда да ер кезегі 3-ке дейін деуші еді. Тағы бір жасырынсам деймін. Семіріп адамның қара тері болғанымша ердің ері болғым келіп тұр. Самұрықтың үстіне мініп алып 7 қат көктің үстінде самғап жүрген адам баласын көрген ханша да бұрынғыдан бетер таңданған екен. Жігіттің тілегін қабыл алып, жарайды, ақырғы рет болсын дейді. Дарын да өзінің мұратын жасырмайды. Сіздің алдыңызда ақырғы рет ақтық демім өшеді. Мені қатты қинап өлтіріңіз де сүйегімді алысқа лақтырыңыз. Басқа тілегім жоқ. Әттең 3 күн аздық етті ғой. Сонда аспанға жасырындың, теңізге баттың. Енді қалай құтылмақ екенсің? Оны да
көрелік деп ойлаған Мәлике, сен менен құтылып көрші, 3 күн емес 30 күн бердім жасырын дейді ерегесіп. Дарын әдеттегідей топтан бөлініп оңашаға барады да түлкінің қылшығын тұтатады. Сол сәтте түлкі жетіп келеді. Бұл істің мән-жайын ұққаннан кейін Дарынға 30-шы күні кешке осы теректің түбіне кел. Осы арада табысайық, мен саған көмектесейін дейді де кетіп қалады. Сөйтіп 30 күн толғанда Дарын қаннен-қаперсіз ойнап күліп жүре береді. 30-шы күні кешке жақын Дарын уәделі теректің түбіне барады. Түлкі тосып отыр екен. Маған еріп жүр дейді де бір жерге барған соң жердің астына түсіреді. Сондағы үңгір жолмен жетелеп алдыға жылжиды. Келе жатып түлкі Дарынға түсінік береді. Жігітім, сен жеңдің, бұл жолы Мәлике сені таба алмайды. Өзі ұтылады да уәдесі бойынша саған тиеді. Сонда сен Мәликені алмаймын деп тұрып ал. Амалсыз онда не аласың деп жалынады. Сонда сен Харун патшаға мені балам десе, таңдайындағы ангуштасын берсін десең, патша саған қызын да ангуштасымен қоса бақыт құсында береді. Жаратылысынан бұл үшеуі бөлінбеуі шарт. Осылай кеңес берген түлкі Дарынды жер астындағы бір қуысқа апарып орналастырады. Бұл жерде қаншаға дейін тұрамын деп сұрайды Дарын. Түлкі қысқа қайырады. Тапжылма, қозғалма, жұмыс біткен соң өзім келіп алып кетемін. Соған дейін қыбырламай тік тұр. Түлкі кетіп қалады. Биік төбеде отырған Мәлике дүрбісін жерге де, көкке де, суға да бағыттайды. Бірақ күллі әлемнен жігітті таба алмайды. Осылайша 3 күн бойы жалғасады. Ақырында мен таба алмадым, уәдем бойынша Дарынның жұбайы боламын деп жар салады. Сырттай бағып жүрген түлкі бұл сөзді естісімен өзі қазған інге жүгіріп кіріп Дарынға қуанышты хабарды жеткізеді де жетелеп сыртқа шығарып жібереді. Сөйтсе түлкі інді қазып келіп тура Мәлике отырған орындық пен табанының астына дәлдеп тіп-тік қып қазып Дарынның төбесін соған туралап тұрғызып қойған екен. Мәлике аспанға, жерге, теңізге қарағанымен өзінің табанының астына қарамаған. Содан кейін Харун патша ұлан-асыр той жасап Мәликені ұзатуға дайындалады. Дарынды шомылдырып, сабындап жуындырады. Енді күйеу баласының көңілін аулау үшін Харун патша кісі салып, қызым Мәликені той жасап Дарын балама беремін. Дарын баламның басқа тағы қандай талабы бар екен? Алтын мен күмісті қазынадан қалағанынша алсын дейді ниетін танытып. Дарын да осы орайды пайдаланып патшаның қызы Мәликеге мен лайықты адам емеспін, мен пақыр адаммын, диуана секілді. Патша лайық көрсе маған Мәликені емес, ангуштасын
берсін деген өтініш айтады. Әлемді көріп отыратын қызын жеңген дарынның өзінің аузындағы ангуштаны да көріп қойғанын сезген патша бұл шаруаны тез тындырудың қамын ойлайды. Болсын, қызымды да ангуштаны да беремін деп дегеннің бәрін береді. Сөйтіп дарын қызына байлыққа ие болады. Біраз уақыттан кейін дарын өзінің елін жерін көп ойлап қайтып кетуге бел буады. Патша да рұқсат береді. Дарынға қосқан қызы Мәликені жасаулап ұзатып жолға шығарып салады. Дарын еліне келгеннен кейін үй-жай салдырып, мықтап орнығады. Елді есіркеп мал өсіртеді, егін ектіреді. Сөйтіп елі-жері бар білікті кісіге айналады. Әке-шешесін ақ сарайға кіргізіп, күтушілерге бақтырады. Қуаныш-қайғыны жеңіп, әке-шешесінің көзі ашылып, еңселері көтеріледі. Дарын байып кетіпті деген сөз жер-жерге тарайды. Бұл хабарды естіген сол маңның ханы уәзірлері мен нөкерлерін елге таратып, дарынның қалай байығаны жөнінде қаузау салады. Бірақ анық ештеңе біле алмайды. Сонда ханның оң қол уәзірі: мұны бір білсе, Аймахан Мыстан біледі дейді. Мыстан дереу хан алдына шақырылады. Дарынның баю жайын сұрайды. Білемін, дейді Мыстан. Дарынның қайын-атасы Харон патшадан алған ангуштасы бар. Сол дарынның ырысын күн сайын арттырып отыр. Ойпырмай, бұл не деген қазына деп таңдай қағады хан. Сонда Мыстан: хан ием, қажет болса, дарынның ангуштасын мен-ақ алып берейін деп зырылдай жөнеледі. Хан Мыстанның талабын орындауға уәде береді. Мүсәпір кейпіне енген кемпір ангуштаны түнде жатқанда дарын бас жағындағы қобдишаға салып қоятынын да біліп алады. Содан кейін бір күн Мыстан қобдишадағы ангуштаны ұрлап қашып кетеді де ханға апарып береді. Таңертең тұрса, ханның дүние-мүлкі, қора-жайы құлпырып кетіпті. Хан өзінен ханымнан басқа бір адам кіруі үшін 9 қабат есік жасатып, әр есікке күзет қойғызады. Сөйтіп хан сарайына адам баласы кіре алмайды. Ал дарынның хал-жайы мүлде өзгереді. Ол таңертең орнынан тұрса, баяғы жоқшылық күйі басына қайтадан төнген. Ішерге тамағы да жоқ халге түсіп қалған. Жай-жапсарды ұғыса келгенде өрістен өзі алып келген Мыстан кемпір ангуштаны ұрлап кеткенін анықтайды. Дарын іздеп барса, хан өлтіреді. Сондықтан бұл жұмысты орындауды сауысқан мен тышқан және мысық үшеуі міндеттеріне алады. Олар ангуштаны қайтарып әкелу үшін қам жасайды. Сөйтіп кешкі алаң-елеңде хан ордасына барады. Сауысқан үйдің төбесінде күзетте тұрады. Мысық пен тышқан ордаға кіріп кетеді. Ең соңғы үйге мысық та кіре алмайды. Босағаның бәрінде күзет қасқиып сақ тұр.
Тышқан бір амал тауып түпкіргі төргі үйге кіреді. Байқаса, хан мен ханша ұйықтап жатыр екен. Ангуштаны хан таңдайына салып алыпты. Тышқан жүгіріп барып шелектегі суға құйрығын малды да қайтып келіп ұйқыдағы ханның танауына құйрығын сұғып жыбырлатады. Сонда хан түшкіріп жібереді. Аузындағы ангуш та жерге ұшып түседі. Тышқан ала қашып сыртқы босағада тұрған мысыққа береді. Мысық төбеге қарғып шығып сауысқанға тістетеді. Сауысқан ұша жөнеледі. Хан есін жиып ангуштаны алып кетті. «Ұстаңдар!» деп жар салғанша бәрі де кетіп қалады. Ертеңінде Дарын мен Мәлике ханшаның тәж-тағы қайта қалпына келіп, тұрмыстары көркейе бастайды. Үрейі ұшқан хан қорқыныштан өліп кетеді. Халық Дарынды хан сайлайды. Ол мыстанды таптырып дарға астырады. Сөйтіп тыныш тіршілікте өмір сүреді. Сөйтіп жақсылыққа жақсылық деген дара түйін осыдан қалыпты.